Абдулла Қазықбаев атындағы орта мектеп 5-ші А сыныпшысы Қапай Нұрей. Абай Құнанбайұлының туындылары жаздығын ішінде болғанда көкірек шалғындай шешем. Ұзарып өсіп толғанда күркіреп жатқан өзенге көшіп ауыл қонғанда шұрқырап жатқан жылқының шалғыннан жолы құлқылдап ат айғырлар биелер бүйірі шығып ыңғылдап суда тұрып шыңылдап арасында құлынтай айнала шалғынында жоғары төмен ирек қаз ұшып тұрса сымпылдап қыз келіншек үйдегер бұрала басып толқындап мал ішінен айналып көңілі жақсы жайланып бай да келер ауылға аяңшыл жалпылдап сабадан қымыз құйдырып ортасына қойдырып жасы үлкендер бірге кеңесіп күліп сыңқылдап жалшаңдаған жас бала жағалайды шешесін ет әпер деп қыңқылдап көлеңке қылып басына кілем төсе бастына салтанатты байлардың самау болып қыңқылдап ақ көйлекті таяқты ақсақал шығар бір шеттен малыңды әрі қайтар деп малшыларға қаңқылдап